Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода иод сеткасының пайдасы мен оның әсері туралы айтатын боламыз. Сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін қарауды ұсынамын. Кез келген үйдегі дәрі қобдишасында иод болатыны анық, бірақ көп адам оны жарақат алған жағдайда ғана қолданады. Ал иод тамшыларын бұдан басқа қандай көмегі көп, қолдану аясы кең. Тыныс алу жолдарының аурулары. Иод ерітіндісін қолдану суықтап аурудың жиі қайталана беруінен құтқара алады. Оның бастапқы белгілері кезінде мазасыздануды едәуір жеңілдетеді және қалпына келтіреді. Сауығуды тездетеді. Ол үшін мұрын бітіп су аға бастаған алғашқы сәттерде мұрын айналасына жұқалау етіп иод жағып қойыңыз. Құрғақ жөтел кезінде одан тезірек құтылу үшін иод торын тамақ тұсы мен кеуденің жоғары тұсына жасайды. Мұны абайлап, жұқалап етіп жағу керек. Күн сайын табан мен өкшеге жұқалап жағып қойса да болады. Әсері өте жақсы. Варикоз кезінде, тамырлардың варикоздың кеңеюі кезінде иод торын түнде аяқтың проблемалы аймақтарына қолдануға болады. Процедураны аптасына 2 реттен жасаған жөн. Оны жұқалап жағу керек. Емдеу курсы 60 күнді алады. Бұл жағдайда иодтың терапиялық әсері ісінудің азаюы және аяқтың сыртқы көрінісін едәуір жақсартуымен белгілі болады. Аяқтың шаршауы мен ауырсынуының да төмендеуі байқалатын болады. Көгеру мен жарақат кезінде иод торы гематомалардан тезірек арылуға көмектеседі. Алайда оны көгерудің салдарынан пайда болған көгеруге бірден қолдануға болмайды. Өйткені мұндай зақым ісінумен бірге жүреді. Ал иод ісінудің тез басылуына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан зардап шеккен аймаққа алдымен суық компресс жасау керек, ал иодпен емдеу 1 күннен кейін басталады. Егер инъекция орнында көгеру пайда болса, иод торы сол заматта қолдануға болады. Буын мен арқадағы ауырсыну. Көптеген адамдарда жасы ұлғая келе және үнемі отырықшы жұмыс салдарынан желке құрсып, арқа бұлшықеттері тартылып ауыра бастайды. Иод торы бұл мәселені шешуге көмектеседі. Аптасына 3 рет омыртқаның бойымен мойыннан бел тұсына дейін тік сызықтар жасаңыз. Иод торы тым қалың болып кетпесін. Әр кеш сайын ұйқы алдында ауыратын буындарға жұқалап иод торын жасауға болады. Ол қабынған буындардағы ауырсынуды басады. Буын ауруының асқынуын тежейді. Ескеретін жайт, иод торын таза, құрғақ терге мақта тампонымен жеңіл қозғалыстармен жұқалап жағу керек. Сызықтар арақашықтығы кемінде 1 см болғаны дұрыс. Тым жақын болып кетпесін. Иод ерітіндісі ашық жаралар мен жарылған жерлерге, шырышты қабықтарға түспегені дұрыс. Сондықтан сақ болған жөн. Торды жүрек пен қалқанша безі маңына, үстіне жағуға болмайды. Егер дене қызуы көтерілсе, иод процедураларын жүргізу ұсынылмайды. Бұл әдісті 3 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды. Өйткені иод олардың терісін күйдіріп жіберуі, нәзік тамырларына зиян келтіруі мүмкін. Ал ересек балдарға қолданбас бұрын иодқа төзімділік сынағын өткізу керек. Ол үшін білектің ішкі жағына аз ғана иод жағып көріңіз. Егер 30-20 минут ішінде жағымсыз реакциялар болмаса, қызару, қышу, ашту, бөртпе және тағы басқа, ондай қорықпай иодпен сурет салып тор жасай берсеңіз болады. Дәрігерлер иодтың қаншалықты қауіпті екенін анықтады. Ресейлік дәрігерлер қарапайым иодты жараларды таңуға қолданбауға кеңес береді. Мамандар иод адам денесін күйдіріп жіберуі мүмкін деп ескерткен. Ондай дәрілік препаратты тек кішкентай жарақаттарға және жарақаттың айналасына жағуға ғана болады. Ал жарақаттың өзіне иод бассаңыз, дененің жұқа бөліктерін жарақаттап алуыңыз мүмкін. Спирттік иод орнына мамандар заманауи қоспаларды қолдануға кеңес береді. Бұл препараттар жарақатты мейлінше тазалайды. Құрамында иоды бар заманауи дәрілер бар. Ол жараны инфекциялардан тазалауға көмектеседі. Олардың қатарына бетадиннің, повидонның, иодтың, иодопиронның су қоспалары жатады, дейді Вишневский атындағы хирургиялық аурухананың дәрігері Заурбек Адырхаев. Сонымен қатар Марина Анисимова иодтың басқа дәрілер секілді аллергия туғызып, қалқанша безі ауруына шалдыққандарға кері әсерін тигізетінін айтады. Алайда иод сутегіге қарағанда әлдеқайда жоғары әсер береді. Өзіңіздің үй жағдайында иод жетіспеушілігіне тексерудің 2 әдісі бар. Біріншісі тор салу. Ұйқыға жатар алдында жамбастың білек немесе ішкі жағына 9-12 жасушадан тұратын кішкентай иод
тартылады. Таңертең сурет салынады. Егер ол жоғалып кетсе немесе іс жүзінде көрінбейтін болса, онда организм маңызды элементті қажет етеді. Екінші әдіс 3 жолақ тесті. Сондай-ақ ұйықтамас бұрын шынтақтан жоғары 3 йод жолағын салу керек. Біріншісі жұқа және мөлдір, екіншісі айқын және айқын көрінетін, үшіншісі бірнеше рет дөңгелектелініп өте жарқын көрінетін. Егер таңертең жұқа жолақ жоғалып кетсе, йод жетіспейді. Егер сіз екінші жолақты ажырата алмасаңыз, тағамның сапасын жақсартуыңыз керек. Ал егер үшінші жолақ жоғалып кетсе, сіз диетаңызды түбегейлі қайта қарауыңыз керек. Осымен бүгінгі ақпаратым тәмам. Сіздерге пайдалы болып, кеңесім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.